Құрметті көпшілік қауым, бүгін мен сіздерге халқымыздың қасиетті киелі ағаш бесігі туралы айтып берейін. Бесікті халқымыз ардақтауы соншалық туған жерді алтын бесікке балаған. Бесік қасиетті және киелі құтты мүлік, сәбидің алтын ұясы. Қазақ халқы баласын ағаш бесікке салып өсірген. Көшпелі халықтың тұрмысында бесік көшіп қонуға өте қолайлы болған. Бесікті халқымыздың қастерлеуі соншылық, атасы жатқан бесікке баласы, немересі жатқан. Және де бесік соншалықты қадірлі болғандықтан туған жерді алтын бесікке балағаны осы бесікті ардақтаудан шыққан. Жаңа туған баланы бесікке салу халқымыздың елеулі дәстүрлерінің бірі. Бұл рәсімді өткізу үшін арнайы бесік тойы жасалады. Бесік тойды әдетте бала 40-нан шыққаннан кейін жасалады. Бесікке салу жолын ауылдың өнегелі, ақжаулықты, алтын құрсақты аналарына немесе әжелеріне тапсырылады. Бесіктің барлық жабдықтары орнына қойылғаннан кейін шашуға жиналған құрт ірімшік, кәмпит бауырсақты осы бесіктің түбек орналасқан тесігінен уыстап, сол шашуға жиналған кәмпит қантты тесігінен төменге қарай өткізіп, астына қолын төсеген адамдарға үлестіріледі. Бұл дәстүрді тыштыма деп атаймыз. Содан соң бесікті отпен аластайды. Ежелден келе жатқандарым бойынша отпен аласталған бесік жын шайтан тіл көзден аулақ болады және таза болады деген наным сенім қалыптасқан. Бесік аласталып болған соң алас тілі жаманның тілінен алас, көзі жаманның көзінен алас, 30 омыртқасынан алас, 40 қабырғасынан алас деп тіл көзден бәле жаладан сақтайтын тілек дұғалар айтылған. Қыз баланың бесігіне әдемі, сұлу, сымбатты болып өссін деп бесіктің басына айна тарақ жастайды. Ал ер баланың бесігінің басына атжалын тартып мінсін және де қамшыдай өткір болсын деп ер баланың бесігінің басына қамшыны жастап қойған. Баланы бесікке бөліп болған соң жабындысын жабамыз. Сосын бесіктің сыртына сырт киімнен жетеуін жабамыз. Ондағысы қалықшыл болсын деп тон, жақсы ұзақ болсын деп чапан, және де әке-шешесіне мейірімді болсын деп ата әжелерінің, әке-шешесінің сырт киімдерін жабады. Киім санын 7-ге толтырады. Бізден Қасымтайды, жиен немерем Қасымды бесікке бөлейміз. Мінекей Қасым тыныш жатады. Қандай жақсы болады. Әзір тербетеміз. Қасымды тербетеміз әзір. Бесікке жатса төп тыныш болып қалады біздің Қасым. Қасымтайдың қол бауы деп айтады. Бесіктің түбек шүмегін білесіздер. Тағында қол бауы. Және мынандай басында жастығы бар. Құш жастығы бар. Бесігіне жата қалса жап жақсы болып қалады. Аяғы дүзу болып өссін деп. Ер баланың шүмегімен әйел баланың шүмегі ұқсамайтын білесіздер. Түбектің түбіне не үшін күл салып қояды. Сұрақ. Баланы бесікке бөліп болғаннан кейін бесік жыры айтылады. Ал мен немереме өзімнің бесік жырымды айтып берейін. Тып-тыныш бола қалды. Бесік жырын тыңдағысы келіп жатыр. Мінекей әлдилеп отырып, бесік жырын айтып отырып, тербетіп ұйықтатамыз. Әлди балам-ай, әлдилейді анаң-ай, бесігіңе жатта ғой,
Uyқың батта ғой, әлди балашым, әлдилейді анашым, сақта туған далаңды, тілін салтын санаңды, әлі өсіп ер жетіп, қуантады апасын, қасымтай дәу бала болсын. Мінекей, немеремізді бесікке салып, енді халқымыздың дәстүрін осылай үнемі айтып жүрейік. Бүгін мен сіздерге халқымыздың киелі құтты бесігі туралы айтып бердім. Осындай ақпараттарды молынан тыңдағыларыңыз келсе, менің Бахаргүл Төлеген атты YouTube арнама жазылыңыздар, тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Сіздермен бірге болған мен және менің немерем Қасымтай. Назарларыңызға рахмет.